Мыс кен орындарының негізгі қоры Қарағанды облысындағы Жезқазған, Қоңырат, Саяқ және Шығыс Қазақстандағы Артемьев кен орындарында шоғырланған. Мыс-мырыш өнеркәсібін дамыту мақсатында Ақтөбе облысының Қазанның 50 жылдығы атты кен орындарын игеру көзделуде. Бұл кен орындарының қоры шамамен 30 жылға жетеді. Мыс өндірісінің қазіргі жағдайына келсек, қуанарлықтай деп айтуға әбден болады. Өйткені соңғы 3-4 жылдың бедерінде елімізде мыс өндірісінің 2 ірі жобасы іске асты. Олар Павлодар облысындағы Бұршакөл, Шығыс Қазақстан облысындағы Ақтоғай кен орындарын игеру жобалары. Бұл жобаларды әуелі баста еліміздің мыс алабы Қазақмыс компаниясы бастаған болады. Кейіннен оның құрамынан бөлініп шығып, жеке шаңырақ көтерген Қазминералс тобы осы кен орындарын иелік етуде. Шикізат. Мыстың табиғатта тұрақты екі изотопы бар. Ол 63 купрум және 65 купрум. Жер қыртысындағы массасы бойынша мөлшері 4,5%. Негізгі минералдары халькопирит, халькозин, кабелин, малахит, азурит. Мыстың алудағы негізгі шикізат көзін байыту өнімі концентрат. Сонымен қатар амортизациялық металл сынықтары және қалдықтар, яғни екіншілік шикізат көздері. Оның үлесі қазіргі уақыттағы жалпы мыс өндірісі көлемінің 40% келеді. Қазақмыс корпорациясында кен алудан таза мыс өндіруіне дейін толық технологиялық кешен бар. Шикізат базасының негізі рени мөлшері жоғары мыс және мыс қорғасы мышты кендері. Кен шахтадан немесе конвейерде өндірілгеннен кейін темір жолмен, автокөліктермен немесе конвейер арқылы кен байыту фабрикасына жөнелтіледі. Флотациялық байыту кезінде олардан мыс қорғасын және мырыш концентраттарын бөліп алады. Қазақмыс корпорациясы құрамына кіретін Балқаш мыс қорыту зауыты және Жезқазған мыс қорыту зауыттарында мыс кендері мен концентраттарды өңдеу көрсетілген. Жалпы ықшамдалған технологиялық сұлба бойынша жүзеге асырылады. Мыс алу технологиялық сұлбасының негізгі құрамдастығы байыту фабрикасы, штейнге балқыту өңдеу және штейнді конвертлеу және қара мысты тазалау. Қазақстан әлемдегі ең ірі мыс өндірушілердің бірі болып табылады. Халықаралық мыс зерттеу агенттігінің мәліметі бойынша 2013 жылы Қазақстан осы металдың 400 мың тоннадан астамын өндіріп, мыс өндіру бойынша әлемде 11-ші орынға шықты. Өндірістің өсуімен мыстың сыртқы жеткізілімдері артып келеді. Ағымдағы жылдың 2 айында тазартылған мыс пен мыс қорытпаларының экспорты табиғи мәнде жылына 6,7%-ға өсті. Бұл ретте ақшалай мәнде 7,8%-ға 480,9 миллионнан 443,6 миллион долларға дейін ұлғайды. Ең көп мыс Қытайға, Түркияға және Біріккен Араб Әмірлігіне экспортталады. Жиынтық сомасы 375,6 миллион долларды құрады. Шетелдік инвестор оңтүстік Кореяның Samsung фирмасы келуіне орай 1995 жылы өндірістік қайта жарақтандыру жұмыстары басталып, шетелдік жабдықтар қойылды. Бүгінге мыс өндірісінің бас инвесторы Glencore International AG болып табылады.